Қазақтың даласында, қазақтың үлкен қалаларында, үйлерінде қырғыздың жырлары көптеп шырқалады, әндері көптеп орындалады. Сондықтан да енді мына жерде Түгелбай Қазақовтың сөзі жатыр екен. Сол кечеке күн келерсің, ала тоны көргөнү деген ырды атқарат эмес пе? Үй-бүлөмен отур. Мен алардын бирөөсү сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң, ала тоны көргөнү деген ырды аткарат эмес пе? Үй-бүлөмен отурганда өзүңөрчө ырдап, жакшынакай отурасыздарбы десем, албетте ырдайбыз дейт. Ошол экели үй-бүлөдө аткарган ырлардан барбы? Біздер отбасында көптеген шығармаларды әрине орындап отырамыз. Мысалға орыс тілінде қалғаны болуы мүмкін. Біз ана өзбектің әндерін де жақсы көреміз. Сол секілді қырғыздың әндерінде, татардың ырларда біздің жаңағы шығармалары, репертуарларымызда болғанда. Өнердің бүкіл мақсаты, мүддесі халықтың барлығын бірлестіру. Өйткені өнерде шекара болмауға тиіс. Өнер халықты жақындастыруға, жүректерін ізгілікке шақыруға тиіс. Ушуну сынап мен Димаш Наулурду таанып бекен, балким эки сабын таанып чыгаруу деп сынап көрөйүнчү. Жамгыр төктү дейтин ән, әрине билем. Билесиз бул ырды? Естіп жүрміз, өте әдемі ән. Күн көркөрөп, жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымдай жеке-жеке кайрылбай кетеби. Осындай. Биздин угармандарды құр калтырбай 4 сап айтып бергенingizге сизге көп рахмет. Кече күнү концерттен чыкканда мындай бир күлкүлүү жагдай болду. Биз метродон вагонго киргенде ал жакта казактар да отуруптур, кыргыздар да отуруптур. Баарыбыз чогулуп казаксыңбы, кыргызсыңбы деп сүйлөшүп калдык да. Анан бир казак жигит айтат: "Ой, ким чай коет? Кымыз ичелиби? Чай койчулар барбы?" дейт. Анысыгандай казак кыргыз чогулганда сөзсүз ыр коштоп жүрөт эмеспи? Балким сиздер бир ырды ырдап бересиздер. Қазақ-қырғыз бір туған, әрине. Қазақтың даласында, қазақтың үлкен қалаларында, үйлерінде қырғыздың жырлары көптеп шырқалады, әндері көптеп орындалады. Сондықтан да енді мына жерде Түгелбай Қазақовтың сөзі жатыр екен. Сол бұл біздің репертуарымызда жоқ, бірақ тыңдап жүрген сүйікті әндердің бірі. Сондықтан да мен күтті орындауға тырысып көрейін. Андемесе баштайбыз ошону. Фамилиясы күшті, Қазақов. Қазақов. Сол қазақ пен қырғыздың бір туғандығының айғағы фамилиясында да тұр, көріп тұрсыз ғой, Түгелбай Қазақов. Жаңғыр төкті еш басылбай, біз келаттық көл жал болып, жол құрай көз ашырбай, бет алдымдан шамал соғып, күн күркіреп жаңғыр төкті, ошол күндер қайда кетті? Жаштығымдай жеке-жеке кайрылбай кетеби. Немесе ушул ырдын ыргагы менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Сиздерге чоң рахмат. Димаш Кудайберген, Канат Айтбаев студияга келип бергениңизге сиздерге абдан ыраазыбыз. Рахмет. Биздин бүгүнкү